Сәлем достар. Ноудан оқушыларға ыстық тамақты қалай белгілейміз? Ол үшін контейнерге кіреміз. Оқушылардың данныйын Excelге аударып аламыз. Сол кезде бізге қажет емес бағандарды өшіріп тастаймыз. Бізге сыныбы мен аты жөні ыстық тамақ деген баған қалса жеткілікті. Осы жерден біз сыныбын сұрыптап жасауға болады фильтр арқылы. Сол кезде бізге сынып бойынша таңдап алсақ, тексеруге оңай жеңіл болады. Ыстық тамақ бойынша тегін ыстық тамақ қамтылған деген фильтр жасап жатыр, сыныппен сұрыптап жатыр сынып бойынша. Осы Excelге аударып алып, негізі сұрыптаса жеңіл болады. Тағыда ноуды жайлы көптеген мәліметтер білгілеріңіз келсе, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Және де комментарийға иә деп жазып кетіңіздер. Көптеген мәліметтер салынатын болады. Иә, сұрыптап алдық. Ыстық тамақ бойынша, сынып бойынша. Енді ыстық тамақпен қамтылмаған оқушылар болатын болса, ноудың ішіне кіріп, ыстық тамақтыға белгі ұрып сақтаймыз. Қош сау болыңыздар.